Халқыма рахмет, сыйлап, тамақ, баспана берді. Көп рахмет айтамын. Алланың нұры жаусын. Ата-енесімен бірге тұрып Ата-енесімен тұрып, 7 жыл квартирада тұрдыңыздар, пәтер жалдап. Қайда тұрдыңыздар? Сол Абай Хусайыновта тұрдым. Жетісайда ғой жақ. Иә, осы жерде. Жұмыс істейсіз ба? Үйдемін. Салыңыз? 21 мыңға іліктіңіздер ма? Буырладық оған документ. Енді шарт. Балдарыңыз үлкені қаншада? Үлкені 13-те. 13-те. Кішкентайы? 11, 3 жасар. 3 жасар ма? Мен бүгін көңіл қойғандай енді. Жоқты, жақсы. Отбасы, қандай отбасы деп атасық болды? Кім, сіздің фамилияңыз? Шекербековтер отбасы ғой, ә? Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бүгін Рамазан айының қарсаңында біз ауданнан құрылған баспанаға жол қайырымдылық ұйымы бар, аудандық зекет қорының жанында құрылған. Сол өткен жылдан бастап бүгінгі күні қазір 8-ші үйді табыстап отырмыз. Енді бұл жұмысымыз одан да жалғасын табады. Жалпы діни басқарманың 4 бағыты бар. 4 бағытының бірі осы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға жәрдем беру болады. Сол бағыттың аясында жұмыс атқарылып жатқан нәрсе. Енді баспана қорының бірнеше мүшелері бар. Осы үйді баспана қорының мүшесі Қайрат деген азамат өзі бүгін табыстап отыр. Сол бауырымызға Алла разы болсын дейміз. Алдағы уақытта да осындай қуанышты сәттерді Құдай қаласа бірге тамашалап өткізе берейік. Елімізде мұқтаждардың, әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың жағдайына деген өзіміздің діни басқарма тарапынан, біздің аудандық осы белсенді қайырымды азаматтардың тарапынан бұл жұмысымыз тоқтамайды, жалғаса береді. Ауданымыз Жетісайда қасиетті Рамазан айында 8-ші үйді алып жатырмыз. Көкемізге, ағамызға табыстап жатырмыз. Құдай қаласа мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай отбасы төмен семьяларға қашанда біз қазақ халқы жәрдем берген халықпыз. Жәрдем беріп, қолымыздан келген шамамыз істеп жүре берейік. Үй құтты бола берсін аға. Жақсы. Аты жөніңізді айтып бердіңіз? Есімім бұл кісінің ғой, мен Нұртазаев Тілеуберген Тұрсынәліұлы. Оспас